Алания өте керемет. Бәріне сәлем, менің атым Қисаев Дарын. Бұл видеода сіз Түркия мемлекеті Аланияға саяхаттайтын боласыз. Осының алдында біз Стамбул қаласын түсірген болатынбыз. Ол видеоны сіз менің каналыма өтіп, сол жерден көре аласыз. Қазақ тілі контентін қолдау мақсатында каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер. Жақын арада бұдан да керемет елдерге саяхаттайтын боламыз. Сол себепті оларды жіберіп алмау үшін каналыма тіркеліп қойыңыздар. Ал енді Аланияға көшейік. Міне Аланияға келдік. Екен алып жасасақ курткамен просто автобустың іші салқындау болды, кондиционер қосып қойған ғой. Біз болсақ сол себепті курткамен жүрдік. Қазір шешіп тастау керек. Алания өте керемет. Сіз айтып жеткізу мүмкін емес. Бұйырса міне қазір өзіміздің отельге барып орналасып алайық, сосын Аланияны аралайтын боламыз. Қазір отельге рум тур жасайтын боламын, яғни соны көресіздер ғой. Қанша теңгеге шыққанын барлығын айтатын боламын. Мынау Аланияның автовокзал жағы. Автовокзал біздің түскен, жақта таксилер тұр. Біз алған отель осы центрда жағада орналасқан. Қазір көресіздер. Бұл жақта адамдар позитивті күліп жүріп, қазақ екеніңді сразу түсініп, қазақсың ба, жүр деп шақырып сөйтеді. Ал Стамбулда бізді кореец, жапон деп сөйтеді, ажырата алмайды, қазаққа ұқсатпайды. Өзбек деп сөйтеді, қазаққа ұқсатпайды бізді. Ал бұл жақта сразу танытпайды қазақ екенімізді. Алания өте әдемі қала екен. Міндетті түрде келіп көріңіздер. Стамбул бұйырмаса да негізі Аланияға келіп көрулеріңіз керек. Бұл жер өте әдемі. Өкінбейсіздер, мүлдем өкінбейсіздер. Аланияда бронировать еткен отеліміз. Отель Клеопатра Карина. Жөнеріміз алдық. Осыға көрейік. Екі адам болсақ та, үш адамдық орын берілген. Айта кетейін, біз Түркияға келетін алдында отельдердің барлығын бронировать етіп алған болатынбыз. Стамбул, Алания, Анталия барлығын біз ол отельдерді Booking.com сайты арқылы бронировать еттік. Если сіздер ешқандай турсыз, ешқандай гидсіз келем десеңіздер, сол сайт арқылы отельді таңдай аласыздар. Онда сіз өзіңіздің қалаған бағыңызда, қалаған жеріңізде таңдай аласыз. Мысалы, біз осы Аланиядағы отельді бар жоғы 5 күнге 40 мың теңгеге алған болатынбыз. Бірақ біз мысалы 2 адам болсақ, бізге 3 адамдық орын берілді. Және жағажайдан өзімізге ыңғайлы болу үшін жағажайдан таңдап алдық. Сол секілді сіздер осы Booking.com сайтына кіріп, қалаған мемлекетте, қалаған жеріңізде отель бронировать ете аласыздар. Біз солайынан істеген болатынбыз. Гостиница. Біздің гостиница пляжға өте жақын. Міне осы ағаштардан кейін уже пляж бізде. Енді біз гостиницаға орналасып болдық, енді пляжға бара жатырмыз. Бірінші кезекте пляжды көреміз, Аланияға келсек. Ал енді көрейік. Пляжға келдік. Енді пляждың суын айта алмаймын енді. Өте тап-таза керемет. Қазір көретін боласыздар.
Пляжға түсіп, қонақүйге келіп қайтадан душ қабылдап, енді тамақтану үшін тамақ ішетін жер іздеуге кеттік. Одан кейін ары қарай канатный дорогамен, жолмен таудың үстіне шығатын боламыз бұйырса. Аланияда күн өте қатты еді. Бұл жақтың бір ерекшелігі Стамбулдан қарағанда бәрі көтеріңкі көңіл күймен жүреді. Және шетелдіктер Стамбулдан да көп, өте көп. Қазір байқап тұрған шығарсыздар. Бұл жақта түріктерден қарағанда шетелдіктердің саны өте көп. Аланияның ең нүктесінде бір тарихи нысан орналасқан. Біз соған бару үшін канатный дорогаға отырамыз. Тамақ ішетін бір арбат сияқты жерге келдік. Да, енді орыстар саны басым болғаннан кейін орыс тілінде менюлар арнайы қойылған. Ал Стамбулда ондай байқамайсыздар. Онда тек ағылшын, неміс және түрік тілдері. Адамдардан өзінің кәдесіне тарту үшін барлық нәрсе істеген. Керемет. Теңгеге шаққанда енді айтып көрейін сіздерге. 25 лира теңгеге шаққанда астында тұр. 60 лира астында тұр. Қалғандары 50, 60, 100 сондай лира. Evet. Teşekkürler. Біз енді тамақтан болып, енді канатный дорогаға бара жатырмыз. Қазір бұйыртса, жаңағы сіздерге айтқан Аланияның таудың үстінде орналасқан тарихи нысанға барамыз бұйырса. Біз қазір канатный дорогаға отырайық деп тұрмыз. Жалпы мұнда орыс тілінде де жақсы ақпарат берілген. Бұйырса күн қайнап тұр. Қазір сағат 3 болса да өте ыстық. Қазір енді ең биік шыңына шыққандағы көріністі көретін боламыз. Бұл жердің ұқсастығы біздің Қазақстандағы Алматы қаласына өте ұқсайды, Көктөбеге. Бірақ айырмашылығы жерорта теңізі, әдемі көрініс, биік таулар. Өте әдемі көрініс. Бұл жерде қарағай ағашының иісі мүңкіп тұр. Керемет таза ауа. Мынау Алания қаласының арғы беті. Жаңағы біз жүргені бергі беті. Сонымен үсті жағына қарай шығып бара жатырмыз. Қазір Алла қаласа арғы біз тұратын жақтағы бергі бетін көретін боламыз.
Бұндай ғимараттың қаншама ғасыр сақталуы өте таңғалдырады. Бұнда туристерге барлық жақсы жасалған. Сосын үлкен сағат болған. Аланияны біз енді мына осы тарихи нысанға көтерілеміз деп едік. Үстінде бір қалашық екен. Қала деп айтуға болады, үстінде тағы бір. Көзім тоймайды бұндай көрініске. Аланияға келіп жатсаңыздар, міндетті түрде осыны келіп көріңіздер, өкінбейсіздер мүлдем. Арнайы фото сурет жасағанға да, видео түсіргенге де таптырмас орын. Жарты сағат болып келе жатқанымызға. Бірақ көтерілістің түрі жоқ. Қызықтар көтерілген сайын шығып жатыр. Өте керемет көрініс. Арнайы машинамен көтерілген дейтіндерге жол үстіне қарай. Барлығын түсіндірдім деп ойлаймын. Енді қайтадан астыға түсеміз. Бұл жақта қазір жүретіндер көбінесе орыстар екен. Және өзіміздің қазақтар көп көретініміз сол. Шетелдіктерден енді европеецтарды көп көрген жоқпыз. Көбінесе орыстар екен осы жақта. Geldik. Міне енді кешкі Аланияға шықтық. Кешке де тыным жоқ. Жаңа ғана жаңбыр жауып болды. Жаңбырдан кейінгі кез өте керемет. Кешкі Аланияның пляжы. Әдемі көрінісі. Парашютқа отырғалы тұрмыз бұйырса ертең. Соған арнайы билет алмақшымыз иншалла. Siz 2 kişi mi? 2 mi? 2 kişi. 40 artı 40 80 yapıyor. Bak normalde 80. Aldık. 16 мың теңгеге шықты. 16 мыңнан шықты. Каппадокия, Памуккале бардым.
Bu ister misin bunu? Duman istiyor musun? Yok. İstersen bak bu da var. Bu da var. Kanyon. Green Kanyon. Ne kadar? 30. Neresi? Ne? Kaç para? Teşekkür. Şey var. Sapadere. Fitnasi. Билет алдық неге парашютқа ертең түскі сағат 12-де бұйырса алып кетеді, отельден арнайы алып кететін болады. Тегі арнайы парашютқа алып кету үшін арнайы машина келді, отельдің алдына. Қазір берсе парашютта боламыз. Сейчас көреміз. Алдымызда Эфиопия кісілер отыр. Ол кісілер тоже бірінші рет бара жатыр екен. Енді машинаны ауыстырамыз, басқа машинаға отыратын боламыз. Түсіріп, астыңғы жағына алып келді. Қазір мына жақ біздің парашюттар дайындап жатыр. Біз үстіңгі жағына барып парашюттан секіретін боламыз. Парашюттен қонатын жер. Парашюттен отырдан қонамыз. Ана деген парашюттен қонамыз, берсе алып қалса. Осылай жазып қойдық. Аты жөніміз, фамилиямыз және қай жылы туылдық, соны қол қойып жүрміз. You have to get my friend. Бұйырсамен кеттік, аға қаласы. Дәл осы автобусқа тұратын боламыз қазір бұйырса. Сол арқылы ана таудың ең биік шыңына көтерілеміз, сол жақтан секіреміз. Осы sıradan ұшатын боламыз. Телефонымды жеткізу мүмкін емес. Бірақ өте әдемі. Уже мынандай биіктіктің өзіне қазір адреналин денем қорқыныш басып тұр. Бірақ келген сәт болады сияқты.
to flow, carrying virtue and vice. And all the little streams quenched every hope and dream, and the river chased me out to the sea. And I held the hand of time and begged him not to try, but to see what had become of me. Turn it back, turn it back, turn back the hand of time. Turn it back to the days when you were mine. Turn it back, turn it back, turn back the hand of time. Turn it back to the days when you were mine. Turn it back, turn back the hand of time. Turn it back to the days when you were mine. Turn it back, turn back the hand of time. Turn it back to the days when you were mine. Şey керемет екен. Келе салысымен осы камерамызды арнайы өтер камерасы болады екен, сол камерасын енді көрейік деп тұрмыз. Міндетті түрде Аланияға келсеңдер осыны көріңдер. Күшті адам. Осылай алып келеді. Көшіріп жатыр барлығы. Кешкі Аланияға шықтық. Бәрі айтады, Стамбулдан қарағанда Аланияда арзан дейді. Өйткені Стамбулда 15 миллион халық тұрады. Ол жақта еще ең көп туристер, поток келетін туристердің орны болғаннан кейін ол жақ қымбат. Бір точкадан бір точкаға жету қиын болғаннан кейін енді сол да әсер ететін шығар. Ал бұл жақта Аланияда бәрі жақын и ылғи жаз мезгілі болғаннан кейін бұл жақта 12 ай қар түспейді. Сол себепті шығар, арзан мына жақта. Бәрі жемістер де арзан, киімдер де арзан, бәрі арзан деп естідім. Қазақстанда мысалы бізде Катон, Депакто дегендер бір этажды, екі этажды ғана болады ғой. Ал мына жақта торговый центр сияқты 4-5 этажды болады екен. Жаңа Депактоны қарап жатсақ, 4-5 этажды болады екен. Алания көшелерімен естіп келе жатсақ, осындай керемет қылып алдымызда мейрамхана тұр. Өте әдемі. Керемет жасаған. Бұл жақтың бір қызығы, қызыл жанып тұрса да өте береді. Түркияда жол ережесін мүлдем сақтамайды. Если мына жақ жалпы Түркияға келсеңіздер, жолда абайлап жүріңіздер. Өйткені бұл жақта тіпті қызыл жанып тұрса да жүре береді. Машиналар тіпті сіз жасыл жанып тұрса да, машиналар жасыл жанды ма, жанбады ма оған қарамайды, жүре салады. Жол ережесін мүлдем сақтамайды Қазақстандағы сияқты. Бұл жақта солай екен. Сіздерге Аланияның бір қызық жерін айтайын. Мысалы біздің Қазақстанда Яндекс, немесе Индрайвер мен такси шақырамыз ғой. Ал бұл жақта далада бір кнопкамен ғана такси шақырасың, ол болады. Дәл осы жерге жетіп келеді. Ол енді операторға барады, дәл осы жерге такси келеді. Сонысы жақсы екен. Әне анарада да біреу тұр. Дәл сондай тойлап тапқан сол такси шақыру жағын. Туристарға да ыңғайлы, өздеріне де ыңғайлы. Міне каждый бір 10 метр сайын осындай тұрады. Сол не алдық? Билет алдық ертең Диснейлендқа. Ертең Алла қаласа сол Диснейлендте боламыз. Диснейленд дейміз, бірақ бұл Диснейлендқа ұқсайды. The Loft Legends деп аталады. Диснейлендқа ұқсайды. Онда аквапарктар, американский горкалар, тағы әдемі Венеция, сондай нәрселер орналасқан. Бұйырса ертең көретін боласыздар. Ал қазір біз отельге барып ұйықтайық. Таңғы сағат 8-де сол жаққа жолға шығатын боламыз. Таңғы сағат 7, бұйырса қазір сағат 8-ге таман бізді алып кететін болады отельден сол Диснейлендқа. Бұйырса қазір 1-2 сағат көлемінде уже Диснейлендте боламыз. Диснейленд, Турцияның Диснейленді Аланияда орналаспаған. Ол осы Аланияның жанында Белек деген қала бар. Сол Белек қаласының жанында орналасқан. Бұйырса сонда боламыз қазір. Диснейлендқа баратын алдында бір перекус жасалайық деп тұрмыз. Мынандай турасына 2 алдық. Лираға шаққанда 22 лира, теңгеде осынша теңге. Сосын
латте алдық. Автобусымыз келді. Қазір бұйырса мен жолға шығамыз. Міне Диснейлендқа келдік. Түркия Диснейлендіне. Мен бұйырса қазір ішіне кіретін боламыз. Біраз минуттан кейін. Біз енді қазір барып киімдерімізді бір жерге қойып, бірінші енді горкалардан бастаймыз, иншалла Алла қаласа. Міне кірдік, аман есен. Анау американский горкасы. Мынау Венециясы. Мынау жалпы сол Диснейлендтің картасы. Осындай үлкендікте. Мына жағы аквапарк, мына жақтары американский горкалар. Біз қазір тұрған жер, міне дәл осы жер. Осылай қараймыз. Міне ең главный ғимараты Диснейлендтің. Американский горкаға және аквапаркқа кіретін жақ осы жақ. Міне біз Диснейлендқа келдік, Турцияның. Мына жаққа келулеріңіз керек, міндетті түрде. Бағасы қымбат болғанмен, енді бұндағы адреналиндарды айта алмадым. Қазір көретін боласыздар, видеоны аяғына дейін көріңіздер. Өте керемет. Мына жақтан өзі үлкен атмосферасы керемет енді. Міндетті түрде келіңіздер. Мұнда жүрген қазақстандықтар, орыстар өте көп. Және сіздер мына жақта гид ештеңе қажет емес. Мұнда орыс тілі барлық тақтайшалармен көрсетіліп тұр. Қайда, қалай жүру керек, бәрі түсінікті. Үлкен қалашық сияқты бұл жер. Өте үлкен. Браслетке ақша құйылатын жер мынау. Гардероб ақша мен болады екен 140 лира. Теңгеге шаққан астында тұр. Біз енді біреу алсақ кетеді өзімізге. Мен бұйырса ішіне кірейік деп жатырмыз. Аквапарктың ішіне кірейік деп жатырмыз. Бір аквапарктан бастап тұрмыз. Ата күн ыстық болып кетті. Содан кейін барып американский горкалар, аттракциондарға баратын боламыз. Бұйырса мына горкадан бастайық деп тұрмыз. Көзімізге осы горка түсіп тұр. Ана жақтың бәрі горкалар. Мына горкалар осындай. Өте әдемі. Диснейлендтің бір минусы бар екен. Біз телефонға горкалардың барлығын түсірейік, көрсетейік деп едік, бірақ телефонмен кіргізбейді екен. Анда сол неде шкафчикта қалдырып кетіңіздер дейді, өткізбейді екен. Бірақ енді сосын түсіруге тырысам, бұйырса. Бірақ біліп жүріңіздер, келетін болсаңыздар телефонмен кіргізбейді. Тек горкалардан сырғанап болғаннан кейін ғана ала аласыздар. Тіпті горканың алдына келіп тұрып телефонымызды сотрудниктарға тастап кетейік деп едік, алған жоқ. Біз қарай алмаймыз. Барыңызда неге шкафчикқа салыңыздар. Сол жағы ғана қиын екен. Түркияның Диснейлендтің сөзбен жеткізу мүмкін емес. Мұнда көптеген аттракциондар, горкалар өте көп. Және олардан алатын адреналин енді сөзбен жеткізу мүмкін емес. Қазір көретін боласыздар, бәрін басынан аяғына дейін түсіріп шығамыз.
мына оң жағымызға қарасақ, оң жағымызда детский зона. Сол жағымызда. Біз қазір міне бұйырса аттракциондарға барамыз. Мұнда жалпы бірлес ақша төлейсіздер, таңнан кешке дейін жүре бересіздер ғой. Қанша рет аттракционға отырам десеңіздер де өздеріңіз білесіздер. Без лимит. Бірақ берілген уақыт таң 8-ден кешкі 5-ке дейін бұйырса. Сол уақыт аралығында көріп үлгеретін нәрселер өте көп. Осы аттракционға отыру үшін біз міне арт жағында тұрған ғимаратқа кіруіміз керек. Сол арқылы сол аттракционға отыратын боламыз. Көрсетіңіздер қалай. Осыны кіргенде осындай аксессуарлар, киімдер, осындай нәрсе сатады. Ана кадрдан сіз қандай адреналин алдыңыз түріңізді көре аласыз. Сол экранға қойылған. Бұйырса. Басқа аттракциондарды көретін боламыз. Қазір бұйырса енді осы аттракционға отырайық деп тұрмыз. У нас керемет енді, айта алмадым. Өте керемет. Міндетті түрде Аланияға келсеңіздер, жалпы Турцияға келсеңіздер, осы жерге міндетті түрде келіңіздер. Өкінбейсіздер. Бұйырса осы аттракциондардың барлығына отырып болғаннан кейін аквапаркке баратын боламыз. Барлығы бір территорияда орналасқан. Ақша төлегенде де кіретінге сол төлейсіздер. Барлығы ішіне кіреді. Аттракциондар, аквапарк барлығы кіреді. Тек қана тамақ кірмейді. Тамақты сатып аласыздар. Негізі міне мен бүгін туған күнім. Біз алдын ала Қазақстанда жоспарлап қойғанбыз, осы Диснейлендқа деп туған күнде барамыз деп. Енді сіздер міндетті түрде келіңіздер. Өкінбейсіздер. Мүлдем өкінбейсіздер. Керемет жер бұл. Енді қазір біз дельфин мен итбалықтың шоуын тамашалауға бара жатырмыз. Осылайынан Born to fly, so let
бір ғимаратқа бара жатырмыз. Merhaba. Енді көрейік. Бірақ өзіміз білмейміз қандай немеге бара жатқанымызды. Қазір көреміз. Ох, ё-моё. Осындай 3D очки бар береді. Қазір көреміз. Немене көрсетеді екен. Осылай көрсетеді екен. Қазір көреміз неге көрсетеді екен. Білмегенбіз ғой неге келе жатқанымызды сөйтсек, бұл Fiat'дағы экрандағы мультфильм көрсетеді екен. Сол Monster деген мультфильм болушы еді ғой, дәл соны көрсетеді екен. Просто 3D, Fiat'да очки киесіздер, и жан-жақта су ғана шашырайды, и орындық сәл-пәл ғана қозғалады. Жалпы қатты әсер еткен жоқ. Айтып кіре салғанбыз ғой, не деп. Өзіміз білген жоқпыз неге кіріп жатқанымызды. Мұнда Маша Медведьтің үйін құрастырып жасаған екен. Қазір сонда бара жатырмыз. Соны көрейік деп. Мына Машаның үйі, ішінде енді балалар ойнайтын нәрселер орналасқан екен. Аттракциондар. Енді міне Медведьтің үйіне келдік. Не болса да айнытпай істепті. Суға түсетіне дейін істепті келтіріп. Дәл сол орын. Машаның үйіне көтірілетін. Бұйырса қазір аквапаркқа барақ деп тұрмыз. Енді біттім. Бұл жақта ең үлкендерге арналғаны сол 3 аттракцион, мықты аттракциондар оның өзі үшін. И сосын ана жақтары балаларға арналған зона. Қалғандар балалардың аттракциондары енді аквапаркқа қалды бізде. Бұйырса соны көреміз. Міне, мынандай горкаларға дейін бар. Бірақ видеоға түсірейін десем, видеоға түсіруге рұқсат жоқ екен. Ең керемет горка, осы горка деп айтуға болады. Ең күшті горка. Арнайы, мысалы, осындай шкафчик табу үшін, осылайна үстесін қандай басасыз. Міне 3015 шкафчик. Оны ашылады. Осымен Диснейлендтегі видеомыз аяқталды. Негізі көп жерде видеоға түсіруге тыйым салынған екен. Интернеттен қарасаңыздар, қандай аттракциондар бар, қандай қызықтар бар, соны көре аласыздар. Бүгін керемет күн болды. Турцияның Диснейленді енді керемет екен. Бізге де осындай Қазақстанға керек ау дедім. Өте керемет әсер береді. Енді қазір отельге барып орналасып, бұйырса ертең Анталияға жол тартатын боламыз, Алла қаласа. Осы Диснейленд Белек деген кішігірім қалада орналасқан. Аланиядан 1-1,5 сағаттық жерде. Былайша айтқанда Анталияның шетінде орналасқан. Біз Аланияға келіп, отелімізге жуынып, реттеліп алдық. Енді қазір кешкі тамағымызды шектеп тұрмыз, бұйырса. Денеміз ауырып жатыр енді. Бағана сезілмеген болатын, енді ақырындап денеміз ауырып жатыр. Бұл жақ қонақ жайлығын айтып, сөзін айтып жеткізу мүмкін емес. Жаңа ғана өзім шайды аңсап отырдық та, сонымен шай ішсек екен деп түсініп отырғанбыз. Сонымен шөп төледік та, қой кетіп деп едік, сол кезде бізге официант кісі келді да, давайте шай ішесіздер ма дейді да, сонымен жоқ керек емес, шай ішпейміз. Жоқ, это бесплатно от нас дейді да. О, давайте деп шай ішіп аламыз. Енді тұрайық деп жатсақ, бізге қауын мен дыня алып келеді да, сары қауын. Сонымен айтамыз, жоқ, біз қауын берген жоқпыз ғой деп күтсек, ол айтады, жоқ, ол да бізден подарка дейді да. Міне, Турцияның керемет осы, қонақ жайлығына енді. Міне, біз тамақ ішіп болғаннан кейін біраз пляжға барып, судың жағасында бір жүріп қайтайық деп дегенбіз ғой. Міне, судың мөлдірлігі камерадан да көрініп тұр.
біз жерорта теңізі жағалауынан өзіміздің отельге бара жатырмыз. Ертең Алла қаласа Анталия қаласына жолға шығатын боламыз. Осымен біздің Алания қаласы бойынша видеомыз аяқталды. Видео ұнады деген ойдамын. Видеода қателіктер кеткен болса, дұрыс ақпарат берілмеген болса, комментарияға жаза кетіңіздер. Солай менің қателігімді толтырыңыздар. Видео ұнады деген ойдамын. Енді лайк басып, комментария жаза кетіңіздер, каналға тіркеліңіздер. Қазақ тілі контентін дамытуға үлес қосыңыздар. Осыдан бөлек бізде Стамбул, Анталия видеолары бар. Соны да көре аласыздар каналымнан. Және басқа да қызықты топ видеолар бар. Біз қазір Алла қаласа Аланиядан Анталия қаласына жол жүргізіп жатырмыз. Бір адамға шаққанда 2100 теңгеге шықты билет құны. Жүру уақыты примерно 2 сағатты алады. Жалпы Түркияда барлық жағдай жасалған туристерға. Қала аралық автобустардың барлығында арнайы мысалы зарядка қоятын жері, сосын экран мен мына USB-ңіз мысалы головка болмаса USB-мен қоюыңызға болады. Арнайы тамақ береді өздері. Сол тамаққа арналған стол, ыстықтасаңыздар кондиционер жұмыс жасайды. Және бұл жатам десеңіздер біраз еңкейеді.